Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, сіздермен бірге костюм арнасы. Құрметті ағайындар, барлықтарыңыз маған жазып жатсыздар, қалай футбол бастауға болады, немесе 18 жас, 19 жас, маған сондай жастағы жігіттер жазады. Кеш емес па, брат, уақытыңыз бар ма деген сияқты. И құрметті ағайындар, сол сұрақтарға бүгін барынша жауап беретін боламын. Ал ендеше кеттік. Құрметті ағайындар, бізде бірінші сұрақ, қалай футболшы болуға болады деп жазған екен. Енді бұл жерде барлығы түсінікті шығар деген ойдамын. Ол қалай футболшы болуға болады дегенде енді үйде жатып, енді аяқты аспанға көтеріп қойып футболшы боламын деген ойды мүлде алып тастау керек. И ең бастысы, құрметті ағайындар, бұл жерде өздеріңіздің жаман ойларыңызбен күресіп тек еңбектену керек. Еңбек бәрінше еңбек дейді ғой. Тек қана еңбектің арқасында сіздер өздеріңіздің армандарыңызға жетесіздер. Енді қазір бәрімізге жақсы болды ғой ютубта футболшылардың, енді футболисттердің істейтін тренировкаларын көруге болады. Өздеріңіздің различияларыңызға өзіңіз енді күннен күнге қосқыларыңыз келсе, сондай кеңес берем, ютубтан өздеріңіз көріңіздер. Келесі сұрақ: 18 жаста кеш емес па дейді. 18 жаста кеш емес пе деген осындай сұрақтар көп келеді. 18 жаста, құрметті, ешқандай кеші жоқ. Ештен кеш жақсы демекші, біздің Европадағы көп футболистеріміздің өзі кеш бастаған. Мысалы айта кететін болса, Харри Кейн өзі 24 немесе 25 жасында бастаған, естуім бойынша. 18 жас деген менің ойымша енді лапылдап тұрған кез ғой, құрметті ағайындар. Барлығына өздеріңіздің күштеріңіз жетеді. Өздеріңіздің бойларыңызда күш бар. Уже 18 жас деген барлығына дайын кез. Тағы да айта кететін жайт, мен жақында енді өзім команда ашамын деп айтқан болатынмын. И ол команда екінші лига немесе первый лига деген сияқты емес, оған енді үлкен қаражат керек. Оған әлі ондай жоспар жоқ. Бізде енді айтайын дегенім, ол қандай команда деп сұрап жүрген жандарға, Россияда, өзіміздің Россияда Тудроц деген жігіттерді білесіздер. Барлықтарыңыз көресіздер, барлықтарыңыз видеоларын көресіздер. И сол Тудроц сияқты команда бізде блогерлердің арасында Қазақстан бойынша ешқақта жоқ. И сондай Тудроц сияқты бізде Қазақстанда түсіретін блогерлер жоқ. И менің ойым енді сондай Тудроц сияқты команда жинап, бірге енді сол балдармен бірге көтерілу. И енді барлығына айтып жүрдім. Барлығы енді мені шақыршы, брат, мен жақсы ойнаймын, мен көп жыл болды топ теуіп жүргеніме, мені көрші деп айтып жатқандар бар. Енді Құдай қаласа, құрметті ағайындар, сіздерге нақты бір уақытын айтам. Сол күнге барлығымыз жиналайық. Сол күні барлығымыз шешеміз. Кім қалай болады, кімді алам, кімді енді не болатын барлығын өздеріңізге айтатын боламын. Ең бастысы, маған тіркеліңіздер, жазылыңыздар, менің видеоларымды жібермей қарап жүріңіздер. И бізде төртінші сұрақ осы команда ашам дегенге қойылған екен, только Шымкент па деген. Құрметті ағайындар, команда тек Шымкент қаласынан ашылады. Мен енді басқа қаладан шақыртып алып, мысалы Тараздағы жігіттерді мен шақыртып алып, өзім қалтамнан енді гостиницаға жатқызып, немесе жатақханаға жатқызып деген сияқты ондай қаражатым жоқ. Сондықтан Шымкент қаласынан енді өзіме сенімді балдарды жинап жатырмын. Құрметті ағайындар, сіздердің қолдауларыңыз маған керек. Барынша қолдауларыңызды күтемін. Лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Ең бастысы, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған костюм арнасы, сау болыңыздар.